выходил через сидеть, чтобы говорим заканчивать. Сәлеметсіз бе? Туризм 191 группа. Туризмдегі кәсіпкерлік қызметтің негіздері дәріс сабақтарын мен берем. Экономика ғылыми кандидаты, қауымсыздық профессор Изымбекова Жамиля Каспиевна. Почтамды, телефонымды Теле2-дағы кураторларымызға бердім. 15 апта оқығанымызда бізде бүгін бірінші апта, бірінші тақырып туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негізі тәжірибесі түсінігі құрылымы. 15 тақырыптың астында көрсетілген 15 тақырыптың тізімі. Бірінші 8-ші дәрісті өтіп, бірінші аралық бақылауға дейін оқуым керек. 8-ші апта бізде 19 октябрьде басталады. Жұма күні 23 октябрьде Полтонскқа біз бағаларымызды, бірінші аралық бақылаудың бағаларымызды қоюға тиіспіз. Сол бірінші аралыққа дейін біз келесі 8 апталық дәрістерді оқуға тиіспіз. Бірінші тақырып туризмдегі кәсіпкерлік қызмет негізі арқалылық және қазақстандық тәжірибесі түсінігі мәні құрылымы. Екінші аптаның екінші дәрісі кәсіпкерлік қызметінің түсінігі деңгейлері. Үшінші аптаның тақырыбы заманауи қоғамдағы кәсіпкерлік ісі. Төртінші аптаның төртінші дәрісі туризм бизнесіндегі кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық құқықтық формалары. Бесінші дәріс Қазақстанда туризм бизнесінде франчайзингтің даму мүмкіншіліктері. Алтыншы аптаның дәрісі туризм саласында тамақтану мекемелерінің жіктелуі. Жетінші тақырып туризмдегі қызмет көрсетудің құрылымы және түрлері. Сегізінші аптаның 8-ші дәрістің атауы туризм бизнесіндегі кәсіпкерлік қызметін қолдау және реттеу. Бүгінгі бірінші аптаның тақырыбы туризмнің кәсіпкерлік қызметінің түсінігі құрылымы. Келесі слайдта көрсетілген кәсіпкерлік қызметінің түсінігі және деңгейлері. Бірінші тақырыпта қарастыратын сұрақтарымыз: бірінші, кәсіпкерлік құқық ұғымының ғылыми және нормативтік құқықтық мағыналары. Екінші, кәсіпкерлік құқықтың қайнар көздері және принциптері. Кәсіпкерлік өз бастауын ғасырлар тереңірек алып жатыр. Алайда нарық атрибуты ретінде ол капитализм дамуы кезіндегі айқын көріне бастады. Адам Смит, экономиканың ғылыми, кәсіпкерді коммерциялық идеяны жүзеге асыру және пайда алу үшін экономикалық тәуекелге баратын меншік иесі ретінде сипаттады. Адам Смиттің осы формулировкасын түсініп, қайта тестілерде осы сұрақ сіздерге кездеседі. Қазақстан заңында кәсіпкерлік азаматтар мен бірлестіктердің пайда алуға бағытталған және олардың тәуекел етуімен, сондай-ақ мүліктік жауапкершілігі негізінде жүзеге асыратын анықталу қызметі. Кәсіпкерлік қызмет заңда белгіленген тәртіппен тіркелінген тұлғалардың тәуекел етуі арқылы мүлікті пайдаланудан, тауарларды сатудан, қызмет көрсетуден пайда табуға бағытталған жеке қызмет болып табылады. Біздің қазақстандық заңдық сай. Кәсіпкерлік қызметке әсер ететін факторларға мыналар жатады. Келесі факторлар: кәсіпкерліктің өсімін нарыққа
шығару тиімді коммерциялық байланыстарды қалыптастыру, өндірістік ресурстары, өндірісті қалыптастыру мен дамыту, нәтижесінде пайда табу. Өндіріс ресурстары дегеніміз керекті ресурстар, материалдық емес ресурстар, тауар, шикізат, газ, электр, сондай ресурстар бізге керекті неге. Сосын еңбек ресурстары керек бізге, сосын қаржы ресурстар керек бізге өндіріс өнім шығару үшін. Коммерциялық мекемелер, коммерциялық кәсіпорындар ақырғы қаржылық нәтижесі салынған капиталды өндіру іске салып инвестировать етеді. Сосын ақырында пайда табу и капиталды көбейту. Қызмет мазмұнында кәсіпкерлік мынадай түрлерге бөлінеді. Өндірістік кәсіпкерлік, қаржылық кәсіпкерлік. Өндірістік кәсіпкерлік тауар, қызметтер, ақпараттар, рухани құндылықтар өндіретін кәсіпкерлік, кәсіпкерліктен бұл түрінде өндіріс функциясы негізгі болып табылады. Қаржылық кәсіпкерлік, коммерциялық кәсіпкерліктің бір түрі болып табылады. Сатып алудың объектісі валюта, бағалы қағаздар болып табылады. Валюталардың түрлерін қандай бізде? Қазақстанның өзінің мемлекеттік валютасы теңге, США-ның валютасы шет елдердің доллар, Германиянікі қандай? Соны барлығын біліп алыңыздар. Бағалы қағаздар дегеніміз қандай түрлері бар? Акция, облигация, акцияның түрлері бар. Жай акция, привилегированный акция дегендер бар. Соларды объектілерді өздерің жазып алыңыздар өздеріңізге. Түсініктеміз. Ал келесі делдалдық кәсіпкерлік. Бір мәмілеге өзара дәлелді жақтардың басын қосатын қызметте көрінеді. Бұндай қызметті көрсеткені үшін кәсіпкер табыс алады. Делдалдар, посредники, орысша айтқанда. Тоже не глоссарий ретінде жазып алыңыздар өздеріңізге. Сатушы, сосын сатушының ортасында посредниктер бар. Бағалы қағаздың нарығында посредниктер бар да, делдалдар. Микрокредитный организациялар, банктер, солар делдалдықтар болады. Или қазіргі недвижимость, да? Квартир сатып алу, сондай делдалдықтар қызметін макрлерлер атқарады. Тоже глоссарий ретінде түсініктемесін қарастырып жазып алыңыздар. Практикалық сабақта түсініктемесін айтып бересіздер ауызша. Келесі сақтандыру кәсіпкерлік. Кәсіпкер сақтандырған оқиға болған кезде ғана қайтарылатын сақтандыру жарнасын алып отыратын қаржы кәсіпкерлігінің ерекше формасы. Жарияланған қалған бөлігі кәсіпкерлік табысты құрайды. Сақтандыру нарық деген бар. Нарық болғанда сатушы және сатып алушы болады. Сақтандыруында кәсіпкерліктің сақтандыру операциялары, мүліктерді сақтандыру операциялары, сосын транспортта, сосын үйлерімізді, недвижимость сақтандыру операциялары. Келесі коммерциялық кәсіпкерлік. Тауарлар мен қызметтерді қайта сату бойынша мәліметтер мен операциялар құрамына енеді және өнім өндірісімен байланыспайды. Кәсіпкер пайдасы тауарды сатып алу бағасынан
жоғары бағаға сату арқылы жасалады. Коммерциялық кәсіпкерлік это көбісі барлығына саудаға ауысты ғой. 90-шы жылдары, 2000-шы жылдары барлығы сату, оның ішінде розничные предприятия и оптовые. Бізде оптовый базарлар бар, да? Азық-түліктің астында қандаған нелер бар. Оптовый продажи делают. Үлкен партиямен қоймада қояды, сосын оны кішкентай розничный магазиндерге береді. Сонда оптовая цена, например, 10-ға 180 болса, оптовая цена. Олар неден сатып алады, әлгі хлебоприемный предприятияларды 20 теңгесін қосып, 200 теңгеден розничный магазиндерге сатады. Магазиндер сосын оған өздерінің наценкасын қосып, сонда 220 теңгеге сатады. Сол ұйымды. Это коммерциялық кәсіпкерлік. Сосын коммерциялық қатынастар дегеніміз жеке кәсіпкерлік қатынастар, коммерциялық емес қатынастар. Кәсіпкерлік саласындағы және онымен тығыз байланысты коммерциялық емес, соның ішінде нарықтық экономиканы мемлекеттік басқаруға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастар болып табылады. Жеке кәсіпкерлік қатынастар, мұны мүліктік қатынастар деп атауға болады. Себебі бұның негізінде екі тараптың да заң алдындағы теңдігі көзделеді. Олардың құқықтары мен міндеттері келісімшарттан туындайды. Коммерциялық емес қатынастар. Бұл қатынастарға тән белгілісі ол басқару органының құзыреті шегінде қабылданған басқару актілерін кәсіпкердің орындау міндеті болып табылады. Келесі кәсіпкерліктің субъектілер. Қазақстан Республикада кәсіпкерлік қызмет жаңа заңнама бойынша бірнеше деңгейге бөлінеді. Шағын кәсіпкерлік қоғамы. Бізде Қазақстанда шағын бизнес, ірі бизнес и үлкен корпорация бизнесі бар. Шағын кәсіпкерлік қоғамы заң актілері арқылы арнайы бекітілген. Ондағы мақсат жылдық айналымы төмен кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекет тарапынан қолдау көрсету жеңілдіктер беру. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне құрамдағы жұмысшыларының санына және жылдық ақша айналымының орташа есебіне негізделіп анықталады. Шағын кәсіпкерліктеріне субъектілеріне жыл бойғы жұмысшыларының саны 50 адамнан аспайтын дара кәсіпкерлер және жыл бойғы жұмысшыларының саны 50 адамнан аспайтын, ал жылдық активтерінің орташа құны 60 мың еселенген айлық есептік көрсеткішіне. Айлық есептік көрсеткіштігін ол среднемесячная зарплата или самый низкий уровень зарплаты дейміз бар. Жыл сайын өзгеріп отырады. Біздің Қазақстанда бюджет қабылданғанда, январьдан бастап жаңа айлық есептік көрсеткіш, сосын МРП минимальный расчетный показатель деген көрсеткіш бір жылға бекітіледі. Мейрамханасы және мейманхана бизнесіндегі кәсіпкерліктің объектілеріне жататын қонақ үйлер, мотель, флотель, ротель, ресторандар, кафе, дәмхана, бар, буфет, кофейня. Бұның ішінде қонақ үйлерді білеміз да, гостиницы. Астанада баяғы заманнан келе жатқан АО турист республикадағы гостиница
баяғы заманнан келе жатқан. Сосын есіл деген гостиница, Москва деген гостиница, баяғы старый почтаға тұрған гостиницалар. А қазіргі заманда көп қонақ үйлер международный классы, халықаралық класста ашылды да. Редисон, Риксос, Ин деген сосын сондай үлкен халықаралық статусы бар. Мотель, флотель, ротель дегенде тоже түсініктемесін неден глоссарий ретінде жазып алыңыздар. Олар неде придорожный объект питания дегенде. Автотрасса, например, Астана, Бурабай, Көкшетау, Бурабай жатын по автотрассе стоят кафе, да? Флотель деген неде суда орналастырылған. Көбінесе сосын ресторандарды білеміз, да, в основном. Кафе, тоже түрлері әртүрлі, ассортиментіне байланысты, сосын қай жерде орналасқанына байланысты кафенің түрі. Детское кафе, да, TPC сөздіктер білетіндер. Сосын кафе мороженое болуға могут быть, да? Дәмхана, столовыйлар. Бізде тоже Астанада қайсы, например, мысалы ретінде тағам жүйесі дәмханалары бар. Қаланың ішінде Узбечка деген дәмхана ресторандар бар. Қағанат деген дәмхана бар. Бар дегеніміз это или бөлек тұратын бар, или сол мейрамхананың ішінде бар. Буфеттер и кофейня. Несіне қарай, ассортиментіне қарай. Сосын негізінде кәсіпкерлік төмендегендей функцияларды болжамдайды. Өндірістік, маркетингтік, ғылыми, кадрлық и жұртшылықпен байланыс. Бұл түсінікті, да? Қазақстанда шағын және ірі кәсіпкерлік қызметінің реттейтін бір қатар заңдар қабылданған. Оларда негізгі мынадай сұрақтар қарастырылған. Бірінші, еркін шаруашылық қызмет, жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау. Үшінші, шаруашылық серіктестіктерді дамыту, акционерлік, өндірістік кооперативтер, мемлекеттік кәсіпорындар, жеке кәсіпкерліктерді, шаруа қожалықтарын, әлеуметтік экономикалық заңдарды дамыту. И төртінші, заңды тұлғалар мен азаматтардың құқықтық қорғау. Негізгі сұрақтар қарастыратын шағын бизнестегі, Қазақстандағы шағын бизнестегі. Ірі кәсіпкерліктер тек ұлттық экономикада ғана емес, сыртқы нарықта да өндіріс және қызмет көрсету бойынша бәсекеге түсе алады. Ол мемлекеттік жалпы экономикалық жағдайын және өзінің бизнесін пайдасын арттырады. Бізде туризмде, мейманхана бизнесінде жаңағы қонақ үйлер международный халықаралық статусы бар. Риксос, Редисондар ұлттық экономикаға емес, тағы да сыртқы нарықта да өндіріс және қызмет көрсету бойынша бәсекеге түседі. Это международные сети называются, гостиничные сети. Біздің Қазақстанда келген. Келесі мына слайдта көрсетілген оқушы дәрісте оқыған мәліметтерді бекіту үшін өзіндік жұмыстарыңды жазу тиіс. Туризм кәсіпкерлік қызметінің негіздері, реферат, презентация, эссе тақырыптары және практикалық сабақтарды 15 темаға тақырыпқа сай. Эссе ауызша жауап беріп, текущий бақылау жұмыстарын істеп, сосын 7-ші аптаға дейін 1-ші аралық бақылаудың жұмыстарын істеуге. 1-ші, 8-ші темаға дейін. Келесі слайдта пайдаланған әдебиетті тізімі көрсетілген. Осының бірінші тақырыптың
Bir sırağın o sizde көрсетілді.